Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі кезекті сабағымыз квадрат теңдеулерге есептер шығару. Оны шығармас бірінші, сендерді бірінші топқа бөліп алайын, келіп, мына қиындыдан өздеріңе алайық номерді алыңдар, келіңдер. Бірінші, екінші, мынау үшінші топ. Бір. Topқа bölündü. Енді бүгін сабақта қанша оқушы жоқ? 3 оқушы. Иә. Бүгінгі сабақта оқушы жоқ. Мамбетжан Аялдың Молдарек Нұрғалған жарайды. Ал енді біз квадрат теңдеуді өттік. Соған енді бүгін есептер шығарып қорытындылаймыз. Бірінші, білімшінің 3 баспалдақпен алдым. Енді осының бірінші баспалдағында мынау сұрақтар. Квадрат теңдеудің анықтамасын бер. Кім айтады? Квадрат теңдеудің. Аяулым. ax kvadrat қосылған bx қосылған с теңдеу. Бұл берілген квадрат теңдеу. Бұл жердегі x айнымалы шама, ал а басы бұлардың коэффициенті болып табылады. Коэффициенті болып табылады. Дұрыс, өте жақсы. Келтірілген квадрат теңдеудің анықтамасы. Келтірілген квадрат теңдеу дегеніміз қандай теңдеу? Келтірілген квадрат теңдеу. Нұрай. Егер а теңдеу болса, теңдеуіміз келтірілген квадрат теңдеу деп аталады. Дұрыс. А бірінші коэффициентіміз 1-ге тең болса. Жарайды. Толымсыз квадрат теңдеудің анықтамасы. Толымсыз квадрат теңдеудің анықтамасын кім айтады? Al, basın. Жерде жағдайларда квадрат теңдеудің коэффициенттерінің біреуі немесе бос мүшесі 0-ге тең болуы мүмкін. Мұндай жағдайда оны толымсыз квадрат теңдеу деп атаймыз. Жарайды. Отыра ғой. Осы толымсыз квадрат теңдеудің 3 жағдайын кім тақтаға жазып береді? Кім жазады? Ал, қазына. Келе ғой. Жазып бере ғой жаққа. ax kvadrat тең 0 болса, онда b мен s коэффициентіміз 0-ге тең болады. Дұрыс. X-ді. Егер ax kvadrat қосылған bx тең 0 болса, онда s коэффициентіміз 0-ге тең болады. Иә, бос мүшесі 0-ге тең болады. Иә, қарай. Егер ax kvadrat қосылған тең 0 болса, онда b коэффициентіміз 0-ге тең болады. Bu екінші коэффициентіміз 0-ге тең болады. Дұрыс, отыра ғой. Өте жақсы. Дискриминанттың формуласы. Ал, жалғас.
Iya. Diskriminant teң b kvadrat minus 4ac. Dürüst. Diskriminant b kvadrat minus 4ac menen anıktalады eкен. Енді осының 3 жағдайы бар, ya? Сол al Ayşe. 3 жағдайын tanıştırayım. Iya. Diskriminant үлкен кіші нөлден Nöl. болса, Үлкен. үлкен нөлден болса, оның бір жауабы, екі жауабы Иә. болады. Және де дискриминант Кіші. кіші нөлден болса, ол жерде бір жауабы болмайды. Iya. Ал дискриминант тең нөлден болса, оның бір жауабы болады. Bir cevabı var. Dürüst. Diskriminant nölden үлкен болса, 2 cevap. Nölden kişi olsa cevabı şeşimi жоқ болады. Al nölge teң болса, bir ғана şeşimi болады екен. Енді вет теоремасы. Al. Вет теоремасы. Келтірілген квадрат теңдеудің түрлерінің қосындысы, оның қарама-қарсы алған екі коэффициентіне ал бос мүшесі көбейтіндісі бос мүшесіне тең болады. Iya, түбірлерінің көбейтіндісі бос мүшеге тең болады екен. Мынаны сендірмеймін да. Мына бір есепті осы бос квадрат теңдеуге, толымсыз квадрат теңдеуге берілген осы есептерді шығарып тақтаға орындап берейін. Тақтаға бірден орындасыңдар да болады. Al kilo. Çıkarırsın ki, çıkarır. Gel, çıkarırsın. Көрмейді балдар, е? X kvadrat minus 16, x kvadrat teң 16 деп аламыз. O x kvadrattың 16-сы, түбірде 16 болады, x-ті, е? Одан плюс минус 4 шығады, көріш жауабы. Қанчет x. Iya, x kvadrat 0 болады, x-ің жауабы 0-ге тең болады. Тұрғызсан жерім. Қана 8, 64, анау 36, екеуін қоссам 100, 8 қосу азайту, қосқанда 18, 6-ға 3, iya, минус 3-тен 1 болады. Көріс жауабы. Келесі. Өте дұрыс, ұрысты, жақсы. Енді келесі, міне, есеп шығаруымыз үшін бізге әр уақытта не керек екен? Ақыл керек екен. Енді екінші баспалдақтың есебін сіздерге таратайын. 3 топқа. Мынау бірінші топқа екінші топқа, үшінші топқа бірінші топ, үшінші топқа, екінші топқа үшінші топтың есебі. Саны осы есептер шығарады. Бұнан жазып алдыңдар ма? Жазып алдыңдар ма?
açıp vereyim. Var mıdır geçarında? Göründür. Bir de bir şey. Ben bolgan top taktaga жазып çıkarımızda boğalan. Bireuni sevgi, ikincisini bunu çıkarır. Aferin. Yedi x kvadrat emas mı? Ya. Tahta karayip koyarız. Çok düz nöbeten olsa kaça çeşim olur? Bir çeşim olur. Dur şeylerden. Tansiyeler. Minus 3'e tem olur. Dereceler. Oturalım. Diğer cevabı. Cevabı. Al çizim. Tamam, ne güzel olur. Böyle sinema. Yediniz neşe. Bir yandan mı? Bir yandan. Al Kristo. Ne yapıyorlar? Yediniz neşe. Yediniz neşe var. Cadere. Sen qanday tengdir? To'lumsiz kvadrat tengdirimizdagi istidan tablama. Tabılmaydı. İstidan tabılmaydı. X'de жақшаны сыртына шығарып жіберіп табамыз, иә? Екіншісін кім шығарады? Екеуінде бағым шығара ма? Ya. Çok. X gelmiyor. Yerde x minus 4 tap. X minus 4 gelmiyor. Buradan x'imiz x 4 armara eşitmey mi? 4 oldu. 4. Cevabı. X birincimizin özü, X ikincimiz 4'e tem oldu. Tane? İki öncünün çarpımı var. O anada bir şey şöyle bağlı edin ya.
Anada екі шешім. Жарайды, отырамыз. Ne жазып тұрсың? Ескінен тақса енді. 4 көбейту, 3 көбейту 2. Анау 25, анау 24. Бірге тең. Я, 2 екіншіміз. Hän жазып отырамыз. Жазыңдар. Тез-тез жазып аламыз. Тәні 5. Я 3 және 2-ге тең болады. Жарайды, отырамыз. Hän жазып алыңдар, оқушылар. Екінші баспалдарымыз бітті. Екінші баспалдасқа шығаруымыз үшін не керек екен? Ақыл, парасаттылық керек екен. Ойменен, ойланып, толымсыз квадратта қалай шешеміз, және толымды квадратта қалай шешеміз, соны анықтап барып, ойланып, қалай керек. Солай, жарайды, жазып алыңдар. Енді 3 топтың әрбір үздік оқушысына мынандай